Тоқтар сол күні кешке үйінің есігін ашқанда, дәліздегі тыныштықтың бұрынғыда емес екенін бірден сезді. Өйткені әдетте жұмыстан келген сәтінде балаларының дауысы естіліп, Минара ас үйден кешкі астың дайын болғанын айтып шығатын. Ал бұл жолы үй іші тым-тырыс болып, үстел үстіндегі шам ғана жанып тұрды. Минара, деді ол күртесін шешіп жатып. Жауап болмады. Тоқтар әйелін қонақ бөлмеден тапты. Ол қолындағы құжаттарды асықпай жинап, үстелдің үстіне қойып отыр екен. Бет жүзінде ашу да, өкпе де байқалмайды. Керісінше, әдеттегіден сабырлы көрінді. Минара 38 жаста болса да, өзін өте жақсы ұстайтын, жұмыста тәртіптілігімен, жылдам шешім қабылдайтын қабілетімен танылған. Қалалық салық бөлімінің басшысы қызметіне қарапайым еңбекпен жеткен пысық әйел еді. Ал үйде де екі баласының сабағын, күн тәртібін, отбасының шығынын, күйеуінің кәсібіне қатысты кейбір құжаттарда ұмыт қалдырмайтын. Тоқтар болса, 42 жастағы іскер адам еді. Бірнеше жылдан бері құрылыс және сауда саласында жұмыс істеп, айналасындағылардың алдында өзін беделді көрсетуге әдеттенген. Сыртқы келбетіне ерекше мән беретін, жақсы киім, қымбат сағат, жаңа көлік, сәнді мейрамхана сияқты дүниелерді өзіне лайық деп санайтын. Мінезі қатқылдау, әрі көкіректеу болғандықтан, кей адамдар онымен сөйлескенде абайлап сөйлейтін. Ол әйелінің алдына келіп тоқтады. Балалар қайда? Арнұр бөлмесінде сабақ қарап отыр. Адия да өз бөлмесінде. Ал сен неге осылай үнсіз отырсың? Минара оған тіке қарады. Саған бір нәрсе сұрайын. Тоқтар қабағын көтерді. Сұра. Адам өз үйінде бақытты болып жүріп, сырттан басқа бақыт іздесе, оны қалай түсінуге болады? Тоқтардың жүрегі бір сәтке шым ете қалды. Бірақ жүзінен білдірмеді. Қандай мағынада айтып тұрсың? Минара үстел үстіндегі телефонын алып, экранды оған қарай бұрды. Экранда Тоқтардың бірнеше апта бойы жасырын сөйлесіп жүрген әйелмен жазысқатжан хаттар тұр еді. Тоқтар бірден тілін таппай қалды. Минараның қолындағы телефонда оның өз сөзі, өз уәдесі, өз өтірігі тұрды. Ал ең соңғы хабарламада әлгі әйел Минара ештеңені білмейді ғой деп жазған. Тоқтар әйеліне қарады. Минара телефонды үстелге қойды да. Енді мен сенен бір ғана нәрсені білгім келеді, Тоқтар. Сен өзің жасаған таңдаудың соңына дейін бара аласың ба, деді. Тоқтар бұл сұрақтың астарында не жатқанын сол сәтте толық түсінбеді. Өйткені Минара айқай шығарған жоқ. Күйеуін қарғаған жоқ. Балаларына ештеңе айтқан жоқ. Ол тек бір нәрсені шешіп қойған еді. Тоқтар өз қолымен отбасының тағдырын өзгерткен болса, Минара да енді оның өмірін өз қолына алатын еді. Тоқтар алғашқы бірнеше минутта бәрін мойындаудың орнына өзін ақтауға тырысты. Минара, сен бәрін тым үлкейтіп жібердім. Үлкейтіп? Әңгіме ғана болған. Әңгіме ме? Минара оның телефонын тағы бір рет ашып көрсетті. Онда бірнеше ай бойы жалғасқан хаттар, кездесулер туралы жазбалар, сыйлықтардың суреттері, тіпті қонақ үйге жасалған бронь туралы мәліметтер бар еді. Тоқтар үнсіз қалды. Сен менің телефонымды ақтардың ба? Деді ол біраз уақыттан кейін. Минараның жүзінде мысқыл пайда болды. Сен жасаған істің орнына менің қалай білгенім маңызды болып тұр ма? Тоқтар орнынан тұрып терезе алдына барып тұрды. Мен ер адаммын, Минара. Бұл сөзді ол өзін ақтайтын ең мықты дәлел секілді айтты. Минара бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. Ал мен әйелмін, Тоқтар. Оның не қатысы бар? Әйел болғаным үшін бәрін көтеруім керек деген заң жоқ. Тоқтар бұған жауап таба алмады. Ол әйелінің мінезін жақсы білетін. Бірақ Минараның мұндай сабырлы күйі оны бұрынғыдан да қатты алаңдатты. Минара ашуланған кезде қатты сөйлейтін адам емес еді. Керісінше, бір нәрсені ішінен шешіп алған кезде оның жүзінен ештеңе оқи алмайтын. Балалары Арнұр мен Адияның алдында ол бұл әңгімені қозғамады. Арнұр 15 жаста еді. Мектепте жақсы оқитын, әкесіне қатты ұқсайтын. Ал Адия 13-ке енді толған, зерек әрі анасына жақын қыз болатын. Кешкі ас кезінде балалар әдеттегідей мектептегі жаңалықтарын айтып отырды. Тоқтар дастархан басында үнсіз қалды. Адия әкесіне қарап: «Әке, ертең мектепке мені апарасыз ба?» «Көреміз». «Неге көңіл күйіміз жоқ?» Тоқтар қызына қарап жауап іздеді. Минара болса сабырмен: «Әкең жұмыстан шаршаған шығар, қызым. Тамағыңды іш», деді. Осы бір қарапайым сөйлем Тоқтарға ауыр тиді. Өйткені Минара балаларының алдында оның абыройын сақтап отыр еді.
Бірақ ол әйелінің мұны кешірім үшін емес, балаларым қорғау үшін жасап отырғанын әлі түсінбеген. Келесі күні таңертең Минара әдеттегідей ерте тұрды. Балаларының таңғы асын дайындап, Арнұрдың мектеп формасын тексеріп, Адияның сөмкесіне қажетті дәптерлерін салып берді. Содан кейін жұмысқа кетті. Салық бөлімінде оны қызметкерлері күтіп отырған. Минара жұмыс үстеліне отырғаннан кейін бірнеше құжатты қарап шығып, бөлімдегі үлкен тексеруге қатысты материалдарды сұратты. Бүгін бәрін қайта тексереміз, деді ол қызметкерлеріне. Бір цифрдың қателігі үлкен мәселе тудыруы мүмкін. Ол жұмысына келгенде жеке өміріндегі қиындықтарды сыртқа шығармайтын. Бірнеше жылдан бері қызметте жүріп, Минара бір нәрсені жақсы үйренген еді. Эмоциямен шешім қабылдаған адам көбіне өзіне зиян келтіреді. Ал сабырмен әрекет еткен адам жағдайдың бағытын өзгерте алады. Сол күні түстен кейін ол адвокатпен кездесті. Мен әзірге ажырасу туралы шешім қабылдаған жоқпын, деді Минара. Бірақ оның бизнесіне қатысты құжаттарды заңды түрде тексергім келеді. Себебі мен күйеуімнің бірнеше серіктестігі бар екенін білемін, бірақ олардың нақты қаржылық жағдайын толық білмеймін. Адвокат оған бір қатар құжаттарды жинау керектігін түсіндірді. Минара бәрін жазып алды. Үйге келгенде Тоқтар диванда отырып, телефонына үңіліп отырған. Кеш келдім, деді ол. Жұмыс болды. Соңғы кездері жұмысын көбейіп кетті. Сенің де жұмысын аз емес қой. Тоқтар әйеліне қарап қалды. Ол Минараның бір нәрсе жасап жүргенін сезді. Сен маған қарсы бірдеңе ұйымдастырып жүрсің бе? Минара сөмкесін қойып, мен ешкімге қарсы ештеңе ұйымдастырып жүрген жоқпын. Онда не істеп жүрсің? Өз өмірімді реттеп жүрмін. Осы жауап Тоқтарды мазасыздандырды. Ол сол түні алғаш рет өзінің әйелін бұрынғыдай оңай басқара алмайтынын сезді. Тоқтардың көңілі үйден біртіндеп алыстай берді. Ол басқа әйелмен кездесуді жалғастырды. Оның аты Әсел еді. Әсел Тоқтардың байлығына, көлігіне, беделіне қызығатын, ал Тоқтар өзіне деген назарды ұнататын. Әсел оған: сен сияқты ер адам жалғыз әйелмен ғана шектелмеу керек деп жиі айтатын. Бұл сөздер Тоқтардың көкірегін одан сайын көтеретін. Ол өзін жас көрінетін, тартымды, кез келген әйелдің назарын аудара алатын адам деп санайтын. Бір күні ол Әселге қымбат сыйлық алып берді. Бұл саған. Әсел сыйлықты көріп қуанып, сен мен үшін көп нәрсеге дайын екеніңді білемін, деді. Тоқтар оның сөзіне сеніп қалды. Бірақ дәл сол уақытта Минара өзінің жұмыс кабинетінде бір папканы қарап отырды. Ол күйеуінің компанияларына қатысты ашық ақпараттар мен заңды түрде қол жетімді құжаттарды салыстырып, бір маңызды нәрсеге назар аударды. Тоқтардың негізгі компаниясының соңғы айларда қарызы көбейген, бірнеше төлем кешіккен. Серіктестерінің бірі келісімшартты тоқтатуға дайындалып жүрген. Минара бірден түсінді. Тоқтар сырт көзге бұрынғыдай бай көрінгенімен, оның бизнесінде қиындық басталып кеткен. Ол бұл туралы күйеуіне айтпады. Сол кеште Тоқтар: мен ертең іссапарға кетемін, деді. Қайда? Алматыға. Минара оған қарап: жолың болсын. Тоқтар таңғалды. Әдетте әйелі сапардың қанша күн екенін, кіммен баратынын, қай жерде тұратынын сұрайтын. Бұл жолы ештеңе сұрамады. Тоқтар оны өзіне деген қызығушылығы азайды деп ойлады. Ал шын мәнінде Минара оның әр қадамын емес, енді өз болашағын ойлап жүрген. Тоқтар Алматыға Әселмен бірге барды. Ол бұл сапарды ешкім білмейді деп ойлады. Бірақ ол қателесті. Минараның өз таныстары жеткіліктеді. Ол ешкімге күйеуін аңду туралы тапсырма берген жоқ. Тек кейбір кездейсоқ көрінген ақпараттарды салыстырып отырды. Сапардан кейін Тоқтар үйге оралғанда, Минара әдеттегідей қарсы алды. Балалар ұйықтап қалды ма? Иә, жақсы. Тоқтар әйелінің сабырлы мінезіне үйрене алмай жүрді. Сен маған ештеңе сұрамайсың ба? Не туралы? Алматы туралы. Барған жерімді өзің білесің. Тоқтар ашуланды. Минара, сен өзгеріп кеттім. Мүмкін. Бұрын сен бәрін білгің келетін. Бұрын мен сенің өміріме сенетінмін. Бұл сөз Тоқтарға қатты әсер етті. Бірақ ол бәрібір өз қателігінің салмағын толық сезінген жоқ. Ертеңіне таңертең оның компаниясына банктен хабарлама келді. Кейбір төлемдер уақытша тоқтатылған. Тоқтар бірден менеджеріне телефон соқты. Мұны шеш. Біз шешуге тырысып жатырмыз. Тырысу емес, нәтиже керек. Бірнеше сағаттан кейін тағы бір мәселе шықты. Негізгі серіктестерінің бірі келісім шартты қайта қарауды талап етті.
Тоқтар алғаш рет өзінің бұрынғы сенімділігінің астында үлкен мәселе жатқанын сезді. Ал Минара оған көмектесе алатын еді. Бірақ ол әзірге көмектесуге асықпады. Өйткені Тоқтар отбасының сенімін жоғалтудың қандай бағасы бар екенін түсінуі керек еді. Үйдегі өзгерісті балалар да сезе бастады. Бір кеште Арнұр анасының қасына келді. «Анашым, әкем екеуміздің араларыңызда бір мәселе бар ма?» Минара ұлына қарап: «Неге олай ойладым? Бұрын әкем үйге келгенде сендер сөйлесетін едіңдер. Қазір екеуің де үнсізсіңдер». Минара ұлының иығынан ұстап: «Үлкендердің арасында кейде шешетін мәселелер болады. Бірақ сенің сабағың мен болашағың өзгермеу керек». Арнұр басын изеді. Сол кезде Адия да бөлмеге кірді. «Әкем бізден кетіп қалмай ма?» Минараның жүрегі ауырды. Ол қызына қарап: «Әкеңнің жасаған таңдауы оның жауапкершілігі, ал сен еш нәрсеге кінәлі емессің». Бұл сөзді есіктің сыртында тұрған Тоқтар естіп қалды. Ол алғаш рет балаларының көзіндегі алаңдаушылықты байқады. Бұрын ол үйге ақша әкелу арқылы жақсы әке болдым деп ойлайтын. Қымбат сыйлықтар, жақсы көлік, үлкен үй, бәрі жеткілікті сияқты көрінетін. Бірақ баланың әкесіне деген сенімі ақшаға сатып алынбайтынын сол түні түсіне бастады. Үйдегі өзгерісті балалар да сезе бастады. Бір кеште Арнұр анасының қасына келді. «Анашым, әкем екеуміздің араларыңызда бір мәселе бар ма?» Минара ұлына қарап: «Неге олай ойладым? Бұрын әкем үйге келгенде сендер сөйлесетін едіңдер. Қазір екеуің де үнсізсіңдер». Минара ұлының иығынан ұстап: «Үлкендердің арасында кейде шешетін мәселелер болады. Бірақ сенің сабағың мен болашағың өзгермеу керек». Арнұр басын изеді. Сол кезде Адия да бөлмеге кірді. «Әкем бізден кетіп қалмай ма?» Минараның жүрегі ауырды. Ол қызына қарап: «Әкеңнің жасаған таңдауы оның жауапкершілігі, ал сен еш нәрсеге кінәлі емессің». Бұл сөзді есіктің сыртында тұрған Тоқтар естіп қалды. Ол алғаш рет балаларының көзіндегі алаңдаушылықты байқады. Бұрын ол үйге ақша әкелу арқылы жақсы әке болдым деп ойлайтын. Қымбат сыйлықтар, жақсы көлік, үлкен үй, бәрі жеткілікті сияқты көрінетін. Бірақ баланың әкесіне деген сенімі ақшаға сатып алынбайтынын сол түні түсіне бастады. Тоқтар телефонға қайта-қайта қарады. Бір кездері өзін ерекше сезіндірген адам енді оның жанында жоқ. Ал үйінде Минара бар еді. Бірақ Минара бұрынғыдай оның әр сөзіне сенбейтін. Тоқтар сол кезде өзіне ең ауыр сұрақты қойды. «Мен бар нәрсенің қадірін түсінбей, жоқ нәрсенің соңынан неге жүгірдім?» Минара осы уақыт ішінде барлық құжаттарды реттеп, өз қаржысын бөлек жүйеге келтірді. Балаларының оқуына қажетті қаражатты қамтамасыз етті. Үйдің шығындарын қайта есептеді. Тіпті қажет болса, Тоқтардың көмегінсіз де балаларын еш қиындықсыз тәрбиелей алатын жағдайға жетті. Бір ай өтті. Бір кеште ол Тоқтарды алдына отырғызды. «Мен сенің апасыздығыңды ұмыта алмаймын». Тоқтар басын төмен түсірді. «Мен қателестім. Бұл жай ғана қателік емес. Білемін. Сен өзімнің отбасым бар екенін біле тұра, басқа әйелмен байланыс құрдым». Тоқтар үнсіз қалды. «Енді мен сенен ешқандай сыйлық, ақша, немесе әдемі сөз күтпеймін», деді Минара. «Маған шындық керек. Мен бәрін тоқтаттым. Оны мен де білемін». Тоқтар әйеліне қарады. «Сен мені кешірмейсің бе?» Минара бірден жауап бермеді. Кешіру мен бұрынғыдай сену екі бөлек нәрсе. Осы сөз Тоқтарға үлкен сабақ болды. Минара есікті ашып: «Балаларым үшін әке болып қалғың келсе, соған лайық бол». Тоқтар сол сәтте бірінші рет әйелінің алдында өз байлығының, қызметінің, сыртқы келбетінің еш мағынасы жоқ екенін сезді. Тоқтардың компаниясы ауыр жағдайға түсті. Бірнеше серіктес келісімін тоқтатты. Қарыздар көбейді. Ол бұрынғыдай қымбат көлікпен жүріп, қымбат мейрамханаларда отырудан бас тартты. Бір күні көлігінің ішінде жалғыз отырып, телефонын қолына алды. Әселге қоңырау шалғысы келді. Бірақ телефон нөмірін өшіріп тастады. Содан кейін Минараның нөміріне қарады. Қоңырау шалуға батылы жетпеді. Өйткені ол енді әйелінің алдындағы адамның кім екенін түсінген. Минара оны байлығы үшін емес, адам ретінде жақсы көрген. Ал Тоқтар сол махаббатты өз қолымен жаралаған. Кешке үйге келгенде Арнұр әкесіне: «Әке, сіздің компанияңыз жабылып қалуы мүмкін бе?» деп сұрады. Тоқтар ұлына қарап: «Мәселелер бар, бірақ мен оларды шешуге тырысамын». Арнұр: «Анам бәрін білетін сияқты». Тоқтар таңғалды. «Нені? Ол сізге көмектесе алады ғой?» Тоқтар үндемеді. Ол әйелінің ақылын бұрын бағаламағанын,
енді түсінді. Минара оған бірнеше заңды және қаржылық жолды көрсетіп, компанияның жағдайын тұрақтандыруға болатын нұсқаларды түсіндірді. Бірақ бір шарт қойды. Мен сенің бизнесімді құтқаруға көмектесе аламын. Бірақ сенің өміріңді қайтадан өзім құрып бермеймін. Тоқтар басын изеді. Мен түсіндім. Ең бастысы сен өзімнің қателігінің салдарын сезінуің керек. Тоқтар әйеліне ұзақ қарады. Ол өзін жазалаған адамды емес, өзін шындықпен бет-бе-бет келуге мәжбүрлеген адамды көрді. Бірнеше айдан кейін Тоқтардың бизнесі біртіндеп түзеле бастады. Ол бұрынғы өміріне толық қайтқан жоқ. Қымбат көлігін сатып, қарапайымдау көлік алды. Күн сайын жұмысына ерте барып, кешке уақытында үйге келетін болды. Балаларының мектептегі жетістіктеріне бұрынғыдан көбірек көңіл бөлді. Арнұрдың олимпиадасына өзі барды. Адияның мектептегі концертінде алдыңғы қатарда отырды. Минара болса қызметін жалғастырып, өз бөлімінде тағы бір үлкен жобаны сәтті аяқтады. Бір күні кешкі ас кезінде Тоқтар әйеліне қарап: «Минара, мен сенің қадіріңді тым кеш түсіндім», деді. Минара оған қарап: «Кейде адам бар нәрсесін жоғалта, жаздағанда ғана оның бағасын түсінеді. Сен мені кешірдің де». Минара біраз ойланып: «Мен өткенді арқалап өмір сүргім келмейді». Тоқтардың көзіне жас толғанмен ол ештеңе айта алмады. Минара сөзін жалғастырды: «Бірақ бір нәрсені есінде сақта, Тоқтар. Отбасы сенің байлығыңмен емес, күн сайынғы таңдауыңмен сақталады». Тоқтар басын изеді. Ол осы сөздің мағынасын енді жақсы түсінген. Бұрын ол өзінің сұлулығына, ақшасына, беделіне сенді. Өзін кез келген әйел бағалайды деп ойлады. Бірақ өмір оған ең үлкен сабақты басқа жолмен көрсетті. Адамның сыртқы келбеті уақыт өте өзгереді. Байлық бір күнде азаюы мүмкін, қызметте аяқталады. Ал сенім жоғалса, оны қайта қалыптастыру үшін ұзақ уақыт пен шынайы әрекет қажет. Минара ешкімге кек қайтармады. Ол Тоқтардың өмірін бұзуға тырыспады. Ол тек өз қадірін түсірмей, балаларын қорғап, шындықтың алдында нық тұрды. Ал Тоқтар өзіне лайық жазаны алды. Ол басқа әйелден айырылған үшін емес, бір кездері өзін шын жүрегімен сүйген әйелдің сенімін жоғалтудың қандай ауыр екенін түсінген үшін. Сол күннен бастап, ол Минараға бұрынғыдай қарамайтын болды. Өйткені оның алдында енді жай ғана әйел емес, өз тағдырын өзі басқара алатын, қиын сәтте отбасын сақтап қалған, ақылымен де, сабырмен де талай адамнан биік тұрған мықты әйел тұрды. Ал Арнұр мен Адия үшін бұл оқиға өмірлік сабақ болып қалды. Олар әкесінің бір қателігінен отбасында қанша нәрсе өзгергенін көрді. Сондықтан Тоқтар кейін балалармен сөйлескен сайын бір сөзді жиі айтатын болды: «Адамға берілген ең үлкен байлық оған сенетін адамның болуы». Минара бұл сөзді естіген сайын үнсіз ғана жымиып қоятын. Өйткені ол Тоқтардың бұрынғы Тоқтар емес екенін түсінген. Ал Тоқтар болса, өміріндегі ең үлкен жоғалтудың ақша немесе бизнес емес екенін әлде қашан ұққан еді. Оның ең үлкен жазасы бір кездері қолында болған әйелдің сенімін қайтадан табу үшін өз мінезін өзгертуге мәжбүр болған еді. Арада 2 жыл өткенде Тоқтар мен Минараның өмірі мүлде басқа арнала түсті. Өйткені сол бір қиын кезеңнен кейін Тоқтар бұрынғы тәкаппар мінезінен арылып, отбасының қадірін терең түсінуге тырысып, әр күнін балаларына, жарына және өз еңбегіне арнауды әдетке айналдырған еді. Ал Минара да өткендегі ауыр оқиғаны жүрегінде мәңгі сақтап, өзін азаптай берудің орнына жаңа өмірге сеніммен қарап, қызметінде бұрынғыдан да биіктеп, салық бөліміндегі тәжірибесімен іскерлігінің арқасында талай күрделі мәселені шебер шешетін беделді басшыға айналды. Тоқтардың бизнесі де біртіндеп қайта жанданып, ол бұрынғыдай ақшасын көрсетуге, қымбат заттармен мақтануға, немесе өзінің сымбатты келбетіне артық сенуге тырыспай, керісінше, әр келісім шартты мұқият қарап, серіктестеріне адал болуға, қызметкерлердің еңбегін бағалауға және тапқан табысының бір бөлігін балалардың болашағына жинауға көңіл бөлді. Сөйтіп бұрынғы қатқыл кәсіпкердің орнына сабырлы, байыпты, әрі отбасын бірінші орынға қоятын азамат қалыптасты. Арнұр мектепті үздік аяқтап, жоғары оқу орнына түсуге дайындалып жүрген кезінде, әкесімен бұрынғыдан да жақын араласа бастады. Екеуі кешкі уақытта ұзақ сөйлесіп, болашақ мамандығын талқылайтын. Тоқтар ұлына өзінің өміріндегі ең үлкен қателігін ашық айтып,
адамның бір сәттік қызығушылық үшін ұзақ жылдар бойы жинаған сенімін жоғалтып алуы мүмкін екенін түсіндіріп, ешқашан отбасындағы адамдардың көңілін сыртқы дүниенің уақытша қызығына айырбастамауды ескертіп отыратын. Ал Адия анасына ерекше жақын болып өсті. Мектептегі әр жетістігін Минараға бірінші болып айтатын. Әкесінің де өзгергенін көріп, қуанып жүретін. Кейде кешкі ас кезінде бәрі бірге отырған сәтте әкесіне қарап әзіл айтып, үйдегі бұрынғы салқындықтың орнына қайтадан күлкі мен еркін әңгіме орнағанын сезінетін. Ал Минара осындай сәттерде балаларының жүзіндегі қуанышты көріп, бірнеше жыл бұрынғы ауыр кезеңнің артта қалғанына шүкіршілік ететін. Бір күні Тоқтар Минараға күтпеген жерден: «Демалыста балаларды алып, теңіз жағасына барып қайтсақ, қалай қарайсың?» деді. Минара күлімсіреді. «Бұрын сен демалысты тек өзіме ыңғайлы жерден іздейтін едің». Тоқтар да жымиып: «Қазір маған ең ыңғайлы жер сендер бар жер», деп жауап берді. Бұл сөз Минараның көңіліне жылы тиді. Өйткені ол Тоқтардың жай ғана әдемі сөз айтып тұрғанын емес, жылдар ішінде мінезін шынымен өзгерткенін көріп жүрген еді. Сол жазда төртеуі бірнеше күн теңіз жағасында демалып, таңертең бірге серуендеп, кешкі уақытта жағалауда ұзақ отырып әңгімелесіп, Арнұр мен Адия әкесін әзілге қосып, Минара балаларын суретке түсіріп, ал Тоқтар әйеліне қарап үнсіз ғана ризашылық сезіміне бөленіп отырды. Себебі бір кездері өз қолымен жоғалта жаздаған отбасы қазір қайтадан оның жанында түгел отыр еді. Кешкісін теңіз үстіне күн қызғылт сәуле шашып тұрған кезде Тоқтар Минараның қасына барып: «Мен сенің маған тағы бір мүмкіндік бергеніңді ешқашан ұмытпаймын», деді. Минара оған қарап: «Мен саған мүмкіндік берген жоқпын, Тоқтар. Сен өзім өзгеруге мүмкіндік бердің. Ал мен тек соны сырттай бақыладым», деп жауап берді. Тоқтар осы сөзден кейін ұзақ ойланып тұрды да, әйелінің қолын ақырын ұсты. «Сен менің өмірімдегі ең үлкен сабағымсың», деді. Минара күлімсіреп: «Ал сен менің ең қиын сабағым болдың», деді. Екеуі бір-біріне қарап күлді. Сол сәтте алыста Арнұр мен Адия бір-бірін қуалап жүрді. Теңізден соққан жұмсақ жел олардың дауыстарын жағалауға таратып, Минара мен Тоқтар бірнеше жыл бұрынғы оқиғаның орнына бүгінгі бақытты күндерге назар аударды. Өйткені өткенді өзгерту мүмкін болмаса да, адамның одан кейінгі таңдауын өзгертуге болатынын екеуі де жақсы түсінген еді. Уақыт өте олардың үйі қайтадан берекеге толды. Демалыс күндері бірге таңғы ас ішіп, мерекелерді отбасымен атап өтіп, балалардың маңызды күндерінде қатар жүріп, Минара жұмыстан келгенде Тоқтар кешкі асты дайындауға көмектесіп, кейде екеуі кешкілік саябақта ұзақ серуендейтін болды. Ал көршілері мен таныстары олардың бір-біріне деген сыйластығының ерекше екенін байқап, Тоқтардың бұрынғыдай тәкаппар емес, керісінше отбасына жанашыр адамға айналғанын айтып жүрді. Минара да өзінің қызметін жалғастырып, салық бөлімінде талай жас маманға бағыт көрсетіп, жұмысты адал атқарудың, әр адамның құқығын құрметтеудің және қиын жағдайда сабыр сақтаудың маңызын үйретті. Ал Тоқтар кәсібін кеңейткен сайын әйелінің ақылына жиі жүгініп, маңызды шешімдерді жалғыз қабылдамайтын болды. Себебі ол енді отбасының бірлігін сақтаудың өзі үлкен жетістік екенін түсінген еді. Жылдар өте Арнұр университетке түсіп, Адия да мектептегі маңызды емтихандарын сәтті аяқтап, екеуі де ата-анасының еңбегін бағалайтын тәрбиелі азамат болып қалыптасты. Ал Минара мен Тоқтар балаларының жетістіктерін көрген сайын бір-біріне қарап қуанып, олардың әр қадамы отбасының басынан өткен қиындықтардың бекер болмағанын көрсететіндей сезінетін. Тоқтар кейде өткен күндерді есіне алатын, бірақ бұрынғыдай өз әрекетін ақтауға тырыспайтын. Керісінше, сол қателігін өміріндегі ең үлкен ескерту ретінде қабылдап, басқа адамға деген опасыздықтың кек бір адамның көңілін қалдырмайтынын, оның артында балалардың сенімі, отбасының тыныштығы, жылдар бойы қалыптасқан қарым-қатынас және адамның өз-өзіне деген құрметі тұрғанын түсінетін. Ал Минара үшін ең үлкен жеңіс Тоқтардың жазалануы да, бизнесінің қиындыққа ұшырауы да емес еді. Оның шынайы жеңісі қиын кезеңде өзін жоғалтпай, балаларын қорғап, қызметін сақтап, өз қадірін түсірмей, кейін отбасында қайтадан жылылық орнағанын көру еді. Бір кеште төртеуі үйдің ауласында дастархан басында отырды. Аспанда жұлдыздар жарқырап, айнала тыныштыққа бөленгенде, Тоқтар балаларына қарап: «Сендер менің өмірімдегі ең үлкен байлықсыңдар», деді. Содан кейін Минараға бұрылып:
Ал сен сол байлықтың қадірін түсінуге себеп болған адамсың деп қосты. Минара оның сөзіне қарап күлімсіреді. Ол кезде екеуінің арасында бұрынғы өкпенің орнына түсіністік, күмәннің орнына сенім, үнсіздіктің орнына ашық әңгіме қалыптасқан еді. Олар кейін талай елге бірге саяхаттап, балалармен жаңа жерлер көріп, отбасылық дәстүр қалыптастырып, әр жыл сайын бірге түскен суреттерін арнайы альбомға жинайтын болды. Ал ең алғашқы бетке Минара бір ғана сөйлем жазып қойды. Бақытты отбасы, ешқашан қиындық көрмеген отбасы емес. Қиындықтан кейін бір-бірінің қадірін қайта түсіне алған отбасы. Тоқтар бұл сөзді оқып ұзақ үнсіз отырды да, әйелінің маңдайынан сүйіп, енді мен осы бақытты өз қолыммен ешқашан бұзбаймын деді. Минара оның көзіне қарап, онда біз әлі талай бақытты күнді бірге қарсы аламыз деді. Сол күннен кейін олардың өмірі тыныш әрі берекелі жалғасты. Тоқтар кәсібін адал жүргізіп, Минара өз қызметінде абыройға бөленіп, Арнұр мен Адия өз армандарына қарай қадам басып, 4 адамнан құралған бұл отбасы бұрынғыдан да берік бола түсті. Өйткені олар бір нәрсені жүректерімен түсінді. Махаббат тек әдемі сөздерден тұрмайды. Оны күн сайынғы адалдық, сыйластық, жауапкершілік және бір-бірінің қадірін білу арқылы сақтайды. Ал Тоқтар үшін ең үлкен сабақ өмір бойы есінде қалды. Әйеліне жасаған опасыздық өзіне қайтты, бірақ ол өз қателігін түсініп, отбасының қадірін қайта тапқан күннен бастап, Минарамен және балалармен керемет, берекелі, бақытты өмір сүруді үйренді.